вчера, 18 января, около 10 часов утра по улице Целинная 2 в сторону поселка Мирный произошла аварийная ситуация. На водопроводе диаметром 400 мм стальная труба 64 года строительства. Ребята, наша аварийная служба в 10 утра аварийную ситуацию локализовали, водопровод перекрыли. Была организована техника в количестве 9 единиц, экскаватор, будка техпомощь, бригада, самосвалы и машины по откачке воды с котлована. Около 11 часов приступили к земляным работам после согласования с другими коммунальными службами. Около 18:00 котлован был разработан, характер аварии был определен, то есть коррозионная трещина по низу трубы диаметром 400, стальная труба, и начали выполняться работы по устранению данного дефекта. Сегодня, 19 числа, около 15:00 авария была устранена, водопровод был запущен. Все потребители поселка Мирный и 6 домов, которые попали под отключение по улице Беспала, в данный момент все потребители с водоснабжением. Жақсы жұмыс істеп, түні бойы жұмыс істеген үшін бұларға сыйақыларды бересіздер ғой? Солай ма? Береміз, иә. Жақсылап беріңдер. Түндемей жұмыс істеп жатқан бұл жігіттерге рахмет. Енді бұл 1964 жылы салынған труба. Арасында енді мұндай жағдайларды болдырмас үшін біз қаланың бойындағы рет-ретіне осындай трубаларды кезек-кезегімен ауыстырудамыз. Бірақ барлығын бір мезетте ауыстырып үлгермейміз. Бұл бәріне түсінікті. Арасында мұндай жағдайларды уақытына дер кезінде осылай шұғыл жұмыс жасап, водоканалдың жұмысшылары бар, әкімшіліктің қызметкерлері бар, бірлесе отырып, уақытында дер кезінде біздің тұрғындар сумен қамтамасыз етіледі. Осы бағытта жұмысты әрмен қарай жалғастыратын боламыз.